Осы жерде кругтың неше түрлісі бар, қыздар, қараңыздаршы. Міне, кругты алайық. Міне, загрузка болады. Сосын сохранить етіп аламыз өзімізге. Поисктен неше түрлі нәрселерді іздеуге болады. Өзіңізге не керек, соның бәрін іздеуге болады. Енді біздің өзіміздің баннерге барайық, пикселға кірейік. Шығып кеткеннен кейін, қайтып кіргеннен кейін окейді басамыз. Админнен бассаңыз, сіз істеген сайттарыңыз бәрі өшіп кетеді. Енді қараңыз. Біздің размер кеше размерді біз image size дегеннен ауыстыратын болдық. 1200-де 628 болды. Біздің баннеріміздің размері. Енді жаңа сіздер обязательно осылай PNG форматында сохранить етіңіз. Егер де бір светке қойып, сосын PNG-ға ауыстырып алуға болады. Енді қазір осылай істеп алайық. Плюсикті басып, жаңа сохранить еткен біздің кругымызды қояйық. Міне қойдық. Міне размерін өстіп өзгертесіз. PNG форматында сохранить етсеңіз, әдемі көрінеді. Енді чепсті басып, мына жерден думалақты таңдаймыз. Міне, осылай думалақты таңдаймыз. Сосын сохранить етеміз. Енді плюсикті басып, өзіміздің алдын ала қиып дайындап қойған суретімізді қоямыз. Ана қыз жылзақ болады, көрдіңіз ба? Сол сияқты. Өзіңіз қиып дайындап аласыз алдын ала. Қиюды білесіздер ме? Фото қиып алуды. Надеюсь, білесіздер. Енді қайдақ download'да қазір осыны қояйық. Размерін осылай қысқартып, осылай істеп алуға болады. Қараңыз. Енді міне транспарентті басасыз. Сосын былай неғасыз. Ыңғайлы болу үшін осылай қоя беріңіз. Енді плюсик. Барлық фотоны PNG форматта сақтасаңыз әдемі болады. Енді текстке кіріп, точка-точкаларды жазып шығамыз. Точка. Так, суретке қарап алайық. Баннердің бәрін осы неде жасаған әдемі. Пикселаппен жасаған өте әдемі көрінеді. Енді қараңыз. Біз қазір точканы істеп жатырмыз. Енді копировать етеміз осыны. Мына жерде аны басасыз, копи дегенді басасыз, 2 рет. Сосын былай апарасыз да. Міне. Міне, көрдіңіздер ме? Осылай болады. Мынаны сәл арқаға жылғызайық. Қазір сөз жазатын болсаңыз, мысалы, нәрсе жазатын болсаңыз. Міне. Қараңыз. Енді сохранить етеміз. Біз PNG форматында сохранить етеміз. Транспарент PNG. Енді сохранить етіп, қазір өзіміздің баннерге апарып қоямыз. Так, таблинке кіреміз.
функциясымен жасап алыңыздар, әдемілеп. Енді біз кеше айттық қой, барлық сайтты баннермен жасаймыз деп. Давид блог. Не, баннерге кіреміз. Загрузить. Біз жасаған баннер осындай қап-қара болады. Не, осындай қап-қара болды, я. Енді так. Бұның светін ауыстырасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Если ауыстыратын болсаңыздар, мына жерде свет фонов дегенді басып ауыстыра беруге болады. Осының ішінде бүкіл инструменттер бар. Ол үшін мына жерде бірінші секция включена деп тұр да. Новая секцияны басып, мына жерден цветті ауыстыра беруге болады. Енді сохранить. Бізде мынандай болды, потому что біздің арқамыздағы свет розовый болды, да. Енді осылай баннер жасап кете бересіздер. Баннерді түсіндірдім. Енді қараңыз, мынаны басып мына жаққа қарай жылжытсаңыз, ол бірінші бетке шығады, да. Осылай бірінші бетке шығады. Бүйтіп жылжыта беруге болады. Сосын WhatsApp-тың үстін басасыз. Қараңыз. Мына секцияны басып, мына жерде қазір ол мен қазір қимылдайтын нені көрсетейін деген, ол неге болады екен? Тек ссылкаға ғана болады екен. Енді қараңыздар. Бізде не қалды? Мына үшеуі сізге керек па? Таймер мысалға. Таймер до определенной даты. Өзіңіздің қалған уақытыңызды қоясыз. Дата 7 июнь. Время. Осылай сохранить ете салайын. Әне. 2 сағаттан соң сайт таусылады. Да? Болмаса адамдар не алады? Оның үстіне былай баннер жасап, дәл бәңелдей мен сияқты баннер жасап, бүйтіп қоюға болады мына жерге. Уақыт қанша қалды деген сияқты. Сөйтіп ауыстыра беруге болады. Енді мына жерде өзіңіздің видеоларыңызды қоюға болады, да. Мына сілтемені қараңыз. Сілтеме, ссылканы. Ссылка. Прозрачный керек емес. Міне анимация дегенді басасыз да. Міне қараң. Бит тұрады, болмаса бит тұрады. Осыны басасыздар. Міне осылай тұрады ссылка. Оған сіз өзіңіздің WhatsApp номеріңізді, болмаса SMS, болмаса email, болмаса неңізді, сайтыңызды инстаграмыңызды жазып қойсаңыз болады, да. Номерді жазып қойдым мен. Мына жерге сайт болса, инстаграмыңыздың несін алып кеп қоясыз. Инстаграмыңыздың ссылкасын әкеп қоясыз. Ендігі мәселе
болмаса WhatsApp-ыңыздың ссылкасын әкеліп қойсаңыз болады да. Тытың деп қимылдап тұрады. Ендігі мәселе біз қалай сохранить етеміз. Мына жерде форма и платеж дейді. Мына жерге не жазсаңыз болады. Имя. Email. Телефон болмаса. Оплатаны негізі через WhatsApp арқылы өткізіп, WhatsApp болмаса Direct арқылы өткізіп төлеген дұрыс. Мына жерге оплата. Мына жерде өзіңіздің емейліңізді жазасыз. Сосын наживание поля телефон. Телефон номер обязательно дейді. Енді оплатаны қараңыз. Мына жерде ценасын жазасыз. Оплатаны жазасыз. И мына жерде товар. Товар болса товар, услуга болса услуга жазасыз. Енді қазір мен қалай сохранить ету керектігін көрсететін болам. Осылай бітірдік қой біз сайтымызды. Установить дегенді басамыз. Мына жерде Инстаграммен обязательно тіркейміз. Инстаграммен тіркемесек болмайды. Инстаграммен толтырып тіркейсіз. Қазір мен толтырып, сосын не қыламын. Міне, сіз тіркелгеннен кейін осылай шығады, қараңыз. Таблинка доступ береді бізге. Мына менің сайтым, қараңыз. Енді имя да береді бізге. Сохранить басып аламыз. Сосын разрешитті басамыз. Подключить. Окей. Менің алдыңғы сайтым тіркеліп кеткен екен. Сіздер обязательно солай шығады, сіздер де тіркеліп алыңыздар. Сіздің аккаунтыңыз тіркелгеннен кейін сохранить пароль, сохранить данные басасыз и разрешить. Подключить басып, міне біздің таблинка